Сәлем достар, бүгін 1 қаңтар, жаңа жылыңыз құтты болсын. Мен осы жаңа жылға орай өзімнің философиялық ойларыммен бөліскім келеді. Осы мереке тойлау жайлы. Мен күйеуге шыққалы бері жаңа жылды тойламайтын болдым. Өйткені менің күйеуімнің мәдениетінде ондай салт дәстүр жоқ. Жаңа жылды тойлау, қарсы алу деген. Және де маған сол ой ұнады. Өйткені мысалы біз әр жаңа жыл сайын бүкіл отбасымен жиналып жаңа жылды қарсы аламыз. Ал біз мысалы күйеуім екеуміз тойламайтын болғаннан кейін жаңа жылға дайындалмаймыз. Мен енді дайындалмаймын мысалы. Осының өзі бір жағынан қарасаң, жаңа жыл жылына бір-ақ рет болады. Бірақ жаңа жыл тойламау деген жаңа осындай өмірге деймі көзқарас, ол менің өмірімді кәдімгідей жеңілдетті. Әсіресе осы желтоқсан айында. Өйткені желтоқсан айында адамдар жаңа жылға дайындала бастайды. Мен жаңа жылда не істеймін, мен оны қалай өткіземін, менде жаңа жылдық көңіл-күй бар ма, жоқ па, адамдар соны ойлайды, иә. Ой, менің жаңа жылдық көңіл-күйім жоқ, мерекелі, мысалы, тойлайтын. Немесе мен жаңа жылда не пісірем, әйел адамдар, не дайындаймын, кімді шақырам, қандай сыйлықтар сыйлаймын, сыйлық іздеу проблемасы басталады. Бір ожиданиялар пайда болады. Және басқа адамдармен салыстыру басталады, иә. Ол жаңа жылды мысалы Европада қарсы алыпты. Немесе мен осы жаңа жыл жалғыз қалдым, менің тойлайтын адам жоқ деген сияқты. Сонымен бірталай бізде бір үрей басталады, біз бірдеңені күтеміз. Осы 1 қаңтар болса, менің өмірім өзгеретін сияқты. Бір түннің ішінде біз ойлаймыз, біздің өміріміз өзгереді, бәрі күшті болып кетеді. Сондай бір иллюзиямен өмір сүреміз. Ол иллюзия туралы бөлек бір әңгіме айтса болады. Жаңағы үрей туралы, үрейге қайтып барсақ, мысалы, ағылшын тілде мынандай термин бар, FOMO деген, fear of missing out, бірдеңені өткізіп алу деген қорқыныш, үрей. Сонымен біз көбінесе, көп адамдар желтоқсан айында сондай бір үреймен өмір сүреді. Мен бір шансты өткізіп алам, мен осы жаңа жылды қарсы алуда бірдеңені өткізіп берем, бір көңіл күйді, бір тойлауды, бір әртүрлі нәрсе болуы мүмкін, білмеймін. Ал енді иллюзия жағынан қарасақ, бізде осындай magical thinking пайда болады, 1 қаңтар күні өмірім өзгереді деген. Сонда біз жауапкершілікті, өзіміздің өміріміздің жауапкершілігін жай ғана күнтізбенің бір күні ауысқанына беріп қоямыз, Сол бір түннің ішінде менің өмірім өзгеретін сияқты жауапкершілікті мен басқа бір нәрсеге беріп қоямын, жай ғана күннің ауысуы. Сонымен біз өзіміздің өмірімізге жауапкершіліктен бас тартып отырмыз. Сонда мен өмірімді өзгертпеймін, басқа бір сыртқы нәрсе, әшейін кәдімгі табиғаттың бір күні түні ауысқанына, сол менің өмірімді бір мистикалық түрде өзгеретін сияқты. Сол кішкене енді адамда инфантилизм туындайды. Сонымен адамдар көбісі сондай үмітте өмір сүреді. Келесі жылы осы күшті болады мен үшін, мынандай мақсаттар қояды. Мақсаттар қою енді әрине логикалық түрден біздің миға 1 жыл деген мерзім, бір жылдың қорытындысын, осы периодты алсақ, 1 жылдық периодтың қорытындысын қорытындау былай оңай, бізге. Мысалы, мен 12 айда мен не істедім, мен соны жеттім бе, жетпедім бе, логикалық түрде бізге өте ыңғайлы солай есептеу. Және де
ендігі 12 айға мен қандай мақсат қоям деген ойлар пайда болады. Ол да негізі ыңғайлы. Бірақтан шынымен бірдеңе өзгере ме, өзгермей ме? Сондай бір үмітпен біз қажетсіз үміт деп ойлаймын, орынсыз үміт. Өйткені үміт деген бәрібір біздің ішімізде бір ожиданиені туындайды. Стокгольмде сауда үйлеріне барып жүрген кезде, осы жаңа жылға қарсы, Рождествоға қарсы адамдарға қарсаң жыбыр-жыбыр, қыбыр-қыбыр, бәрі бірдеңе іздеп жүр, сыйлықтар таңдап жүр, сыйлықтарды не жасап жүр, анандай упаковкасын. Сөйтіп адамдарға қараймын да, сөйтіп барып былай жүргендеріне да, мен ойлаймын, Құдайға шүкір, мен ондай нәрсе істеу қажеті жоқ та, былай соны ойлану, бірдеңе сатып алу, сыйлықтар, азық-түлік, столдың үстіне не қоям деген сияқты. Кәдімгідей мен өзім іштей жеңілдендім да адамдарға қарап, бірақтан адамдарға қарап бір жағынан олардың сезімін ойлаймын, оларға қарап өзім қиналып кеттім да бір жағынан, былай эмпатия жағынан. Бірақтан өзіме қарағанда, өзімнің өміріме ойлаймын, қандай рахат мен ол туралы басым қатырмайтыныма да. Сөйтіп, осы бір жылдың ішінде, осы желтоқсан айында миым босап қалады кәдімгідей. Басқа адамдар дайындалып жатқан кезде мен әшейін өзім өмір сүрем деген сияқты, қарапайым. Сөйтіп, мен кеше 31 желтоқсан күні сағат 11:30-да, түнгі 11:30-да бардым, әшейін душқа түстім. Негізі біз кеше дайындалмадық та. Сөйтіп, душқа түсіп жатқан кезде мынандай ой келді да, мысалы, осындай жаңа жылды қарсы алмау деген қарапайым шешім менің өмірімді кәдімгідей жеңілдетті. Жай ғана бір шешім. Ал егер біз бүкіл былай өмірімізді алсақ, және де соған экстраполяция жасасақ, қанша нәрсені біз өзіміздің өмірімізде жеңілдете аламыз негізі. Бірақтан көбінесе біз автоматты түрде өмір сүреміз, саналы өмір сүрмейміз. Мен бұл іс-әрекетті не үшін істеп жатырмын? Мен оны шынымен қалаймын ба, қаламаймын ба? Ол маған ұнай ма, ұнамай ма деген сұрақтарды қоймай, автоматты түрде өмір сүреміз. Менің әке-шешем солай өмір сүрді, және мен де солай өмір сүрем деген сияқты. Және де бұл жерде тағы бір қорқыныш, бір ұят болуы мүмкін, басқалардың бәрін қараш, бәрі мынандай өмір сүреді, мен не ерекшемін ба не деген сияқты. Сондай әр адам өзінің мысалы өмірін қарап, іс-әрекеттерін, әр іс-әрекетіне саналы түрде қарап, өзінің өмірін жеңілдетсе қандай рахат болар еді. Сонымен маған кеше сондай ойлар келді.